Саламатсыздар, біз Ақтөбе қаласы Мария Құрманғалиева атындағы нөмір 18 гимназияның 11-ші Б сынып оқушылары Кәдірбаев Батырхан мен Шолуханова. Бүгінгі біздің идеямыз қазақтың ұлттық тағамын заманауи асханамен үйлестіріп, қазақтың асханасына жаңа дәм келтіруге болады. Жалпы біздің бүгінгі бизнес идеямыздың аты Қазақ стейкі аты аталады. Біздің жалпы жобаның мәні қазақтың дәстүрлі ет мәдениетін жал-жая, қазы-қарта, сүрленген ет және тағы да басқа қазақтың өнімдерін заманауи стейк асханасымен үйлестіре отырып, сіздерге жаңа өнім ұсынамыз. Бұл бизнес идея Қазақстандағы туристердің саны артады деп ойлаймыз. Жалпы біздің бизнес идеямызда тек қана бір тағаммен ғана шектелмейміз. Оның қасына біздің әзірлігімізге тағы бір екі рецепт кіреді. Ол жалпы бұрыннан келе жатқан ата-бабадан жеп келе жатқан тағамдарды еуропалық кухнямен жанастыру. Бірінші рецепттің аты қуырдақ стейк фьюжн және екіншісі сүрдәнді смоук стейк болып аталады. Біз осы бизнес идея арқылы ол қазақтың ұлттық тағамдарын жаңа көзқараспен таныстырып, және де әлемге танытуды мақсат еттік. Біздің бизнес идеямыздағы бәсекелестік артықшылық бізде қазақ ет мәдениетін жаңа форматта көрсету, туристерге жаңа ұлттық дәм ашу және де қызмет ету жылдамдығы, эко-қаптама және этнологотип. Жалпы бізге қажетті құрал-жабдықтар жаңағы заңдар айтқан сияқты әр асханада, әр адамның қол астында бар темір тағалар, маринад ыдыстары және вакуум пакеттері. Жалпы біз өзіміздің өнімімізді үй жағдайда жасап көрдік. Және осындай кішкентай бизнес идеялар үлкен алдағы уақытта жанданып үлкен бизнес фудкорттарға, үлкен ресторанға айналады деп ойлаймыз. Біз сіздерге осымен өзіміздің бизнес идеямызды таныстырдық. Назарларыңызға рахмет.